Саламатсыздар ма? Менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін біз тез әрі оңай, жылдам жасалатын әрі тиімді булочкалар жасайтын боламыз. Бізге жылы сүт 200 грамм, су 125 грамм, сұйық май 125 грамм, және 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 10 грамм 1 ас қасық дрожжи керек, ашытқы керек болады. Енді қант пен тұзы араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен тұзымыз еріді. Енді ұнымызды саламыз. Бисмилла. Ұн 450 грамм жоғарғы сұрып. Енді әр ұн әр қалай. Сондықтан мен бәрін салмайым бір дегеннен. Бізге қамырымыз жұмсақ болу керек. Ұнымыз түгелмен кетті. Үстінен тағы азғантай ұн қосатын сияқтымын. Біздің міне қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақтықта болу керек. Енді азғантай көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз өте әдемі болды. Үлдеп тұр. Енді қамырымызды осындай шариктерге бөліп аламыз, домалақтарға. Қамырымызды бөліп алдық. Бізде 11 дана домалақ шықты. Енді мына домалақтаған домалақшаларымызды кішкене бір 10-15 минутқа қойып аламыз. Кішкене көтерілсін тағы да. Қамырымызды ұнмен емес, крахмалмен жаямыз. Қандай крахмал? Кукурузный, картофельный. Сол, картошка крахмалы. Сары май мен сұйық майды араластырып алдым.
100 грамм сары май, 100 грамм сұйық май. Гармошка сияқты жиналу керек. Гармошка тәріздес қылып жинап аласыздар осылай деп. Осылай деп орап аламыз да. Табаға сала береміз. Қатты тартып орап тастамаймыз, өйткені қамырымыз әлі көтеріледі. Қамырымыз көтерілген кезде мына жағы шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бостау орайсыздар. Қалпын келтіріп алдық. Енді 20-25 минутқа азғантай қойып аламыз. Міне біздің булочкаларымыз осылай көтерілді. 25 минут тұрды. Осының үстіне енді осылай деп аздап қант сеуіп шықсаңыздар да болады. Сеппесеңіздер де болады. Олар өз еркіңіз. Мен сеуіп көргім келіп тұр. Бұрын қант сеппей пісіре беретін едім. Қазір осы бір қант сеуіп пісіріп көрейінші деп тұрмын. Пешіміз қызып тұр. 200 градуста. Енді 10-12 минутта пісіп қалады. Какой запах. Біздің булочкаларымыз дайын суыды. Қараңыздар қандай. Үлпілдеп тұр. Мақта сияқты. Жасап көріңіздер. Осы менің рецептіммен. Бағасын беріңіздер. Каналымызға жазылып, подписка жасап, колокольчик басып тұруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай керемет. Үлпілдеп тұр, мақта сияқты. Дәмі деген өзгеше. Міндетті түрде осы булочканы жасап қарауларыңыз керек сіздердің.